Сәлем достар. Осындай бір керемет бүгін борщ жасадым. Осы борщтың рецебін қалай жасауын білгілерің келсе, бүгін менімен бірге осы видеомды басынан бастап соңына дейін көріңіздер. Енді бір ерекше жасауында, ерекше рецеппен өте тамаша, дәмді. Келіңіздер, ас болсын. Міне достар, осындай борщты жасау үшін бізге не қажет екенін бүгінге. Етіміз, бұрыштарымыз, тәтті бұрыш, ащы бұрышымыз, пиязымыз, картошка, лавровый листіміз, сәбізіміз, қызылша, репа. Мына әрине капуста. Мінекей тұзымыз, қара бұрыштарымыз. Осының бәрі бізге қажет. Мынау жаңа мен айтып кеттім ғой, репа деп. Репаны көбісі білмейді. Мен де орысшалап айтып жібердім. Репаның қазақшасы шалқан дейді, шалқан. Бұл шалқанды бар ғой, әрбір сорпамызға қоссақ болады. Бұл шалқан өте адам ағзасына пайдалы. Біріншіден ол бар ғой, мынау жөтел, көк жөтелге, мынау просту, мынау адам суықтап қалған кезде қатты осы репаны жейтін болса, әрине әр сорпаңызға, тамағыңызға қосып тұрсаңыз, сол суықтаған ауруыңыздан суықтан арыласыз. Сол үшін мұны репа мен осы борщқа қосамын. Әрине, сосын өзінің бір ерекше дәмі бар, осы дәмін береді. Әрбір сорпаға қосып тұрсаңыз, өте дәмді болады. Мінекей достар, барлығын турап дайындап алдым. Мынау қызылшаны через үгіткішпен турап алдым. Өйткені қызылшаны ең соңында саламыз ғой, сол үшін тез дәм беріп, тез пісу үшін. Ал енді кеттік онда достар бірге жасауға осы. Қазанымыз қызды, майымызды құйып аламыз бірінші. Мінекей майымыз да қызды. Мінекей пиязымызды өлтіріп алдық. Енді етімізді саламыз. Етімізді кішкене қуырып аламыз. Мінекей етінде қуырып алдық. Енді сәбізін саламыз. Сәбізінде осылай қуырып аламыз, кішкене өлтіріп. Міне капустамызды кішкене болса да туштетіп алдық. Енді мына шалқанымызды саламыз. Осы шалқанымызбен қоса картошкамызды сала саламыз. Тағы да бұларды кішкене болса да бүйтіп араластырып туштетіп жіберейік. Мінекей шалқанымызбен картошкамызды бұқтырып алдық. Енді міне бұрыштарымызды саламыз. Мінекей салған бұрыштарымызды кішкене бұқтырып алайық. Мінекей бәрін бұқтырып алдық. Енді суын құямыз. Мінекей суын құйып алдық. Енді бұл қайнасын бір жарты сағат. Мінекей борщымыз қайнап болды, пісіп барлығы. Енді қызылшасын саламыз. Енді осы қызылшасы бір 10 минут қайнатамыз. Мінекей енді тұзын салып жібереміз. Енді міне лавр жапырақтарын салып жібердім.
Мінекей борышымыз пісіп болды. Көкөністерін салайық.